Үшінші кнопка ол бізде ключ, якорь, ромбик, әркім түрлі айтады, бірақ оның міндеті біреу. Яғни осы кадрдан бастап келесі кадрға дейінгі аралықты, например, увеличить етсеңіз, автоматически өзі үлкейеді. Сол бір эффектіні беретін осы ромбик арқылы жасалады. Төртінші кнопка бізде ол наверх, то есть бірінші основной кадрдан вторичный екінші жолаққа видеоны көшіру батырмасы. Бұл бізде қазір өте кең таралған. Бұны біз жиі қолданамыз, себебі біз бір кадрдың ішіне екіншісін жалғастырып кете береміз. Төртінші кадр бізде ол удалить деген кнопка. Қанша біз видеоларды жасағанымызбен біз оны удалить етуге мәжбүрміз, өйткені бізге тек рабочий кадр керек. Түсіретін материалымыз 2 минут болса да, ішіндегі бір 3-4 секунд қана, 1,5 секунд рабочий кадр болса, сол бізге жеткілікті. Қалған видеоның барлығын өшіріп тастаймыз.